Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. 90-дық теорияның 5-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бұл бөлімде енді біз 90 минуттық циклдарға кіретін боламыз. Яғни 90 минуттық 90-дар. Алдыңғы бөлімде көрсеңіздер, біз үлкен циклдардан келе жатырмыз. Әр циклдың ішіне кіріп, әр қайсынан біз үлкен понимание алып жатырмыз. Яғни әр қозғалысты біз оқып жатырмыз былай айтқан кезде. Енді біз каждый осы импульсында, коррекциясында, яғни каждый движениені оқуға тырысамыз, және үлкен бір целдер, максимум и минимум цель алсақ, үлкен квартал. Дәл соны ішіндегі кварталға кіріп, кішкентай кварталдан тағы подтверждение іздеп, яғни сол жерге бара ма, бармай ма, соңында қарай аламыз. Енді сіздерге жалпы теориясын көрсете кетейін. Мынау бізде бір күнде болайық. Бір күнде біз 24 сағат 6 PM-нен 6 PM-ге дейін тарттығы бағаны 4 фаза бізде: аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Енді біздегі кезек не істейміз? Яғни біз уже мынау бізде бір күн болатын болса, былай жасайық. Мынаны бір күн дейік. Яғни жалпы осы 4 фаза бізде бір күн. Енді оның ішінде бізде 4-ке бөлгенде, яғни каждый фазасын, бізде жалпы үлкен бізде бір күн болса, әр қайсысы бізде 6 сағаттан түсіп тұр. Бұлай жасайық. Алты сағаттық кварталдар. Енді қараңыздар, біз 6 сағатты тағы 4-ке бөлдік. 6 сағатты 4-ке бөлгенде бізде 90 минуттық цикл шықты, яғни әр квартал бізде 90 минут. 90 ма дей салайық. Әр квартал 90 минут бізде. Енді дәл осылай каждый квартал бізде бөлінеді, 6 сағаттар. Яғни әр квартал бізде 90 минуттан шығып тұр. Енді бізде дәл сол фазалар ішінде қайталана береді. Енді мысалға біз 6 сағаттық бір цельді алатын болсақ, аккумуляция. Q1-ның хай деп алайық. Мына жерде бір хай пайда болды бірінші фазада. Және Q1 low пайда болсын. Енді біз дәл осы манипуляция немесе дистрибуция ішінен дәл осы 90 минуттық кварталда біз қарай аламыз, яғни аккумуляция, манипуляциямен бізде Q1 low'ды шешіп, ары қарай бізде подтверждениені хай береді. Осы манипуляцияда аяқтайды, осы целіне, немесе дистрибуцияда барады. Жалпы бұлай айтайын сіздерге, әр кварталдың өзіндік мақсаттары болады, орындайтын лютвинстар. Бірақ егер ол квартал уақыты бітіп келесі кварталға ауысса, ол кварталдан күтесіздер, яғни ол кварталда бізге подтверждение береді. Енді сол алдыңғы кварталның хайлауымен жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма. Бірақ оны түсініңіз, бірақ оның басқа екінші кварталдың целі, бірақ тек өзіндік мақсат, өзіндік целі екеніңіз. Егер алдыңғы кварталға подтверждение өзіндік арқылы ғана берсе ғана барады, бірақ жалпы өзіндік мақсаты өзінің ішіндегі цель. Соны түсініңіз. Жарайды, енді былай жасайық. Аптаны бөлейік. Аптадан бастап кіші кварталарға түсеге. Түсінікті болу үшін любой жерді алып бөле салмаймыз. Мынау бізде апта. Понедельник, вторник, среда, четверг. Біз алдынан бері көрсетіп жатқан
мысалдар бұл. Қазір бізде жаңа апта ашылған, бүгін бізде 3-ші күні. Қараңыздар. Так, бөлдік біз аптаны 4-ке. Бізде ол күні қандай формация? XAMD, яғни бізде аккумуляция, одан кейін манипуляция и дистрибуция кетті. Енді бөлейік. Q1 high, Q1 low. Енді біз қазір әр қайсы бір күннен болып тұр ғой. Осыны күннің ішін бөлетін болсақ, 4-ке, уже біз бірінші күннен бастап, понедельниктен бастап қарайық, уже біз 6 сағаттық 90-ға кіреміз, 6 сағат. Бұл жерде бізде не болған? AMD-X, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Q1 тазартты. Және Q1 хайға кетті. Енді қараңыздар, дәл осы жерде біз тағы осының ішіндегі кварталды уже тағы 4-ке бөлетін болсақ, біз уже 90 минуттық кварталға кіреміз. 5 минуттық таймфреймді өтейік, 90 минуттық кварталды қарау үшін. Енді біз 6 сағаттық екінші 90-ды 4-ке бөлейік, не болады екен? Қараңыздар, қалай жұмыс жасайды бұл квартал? Қараңыздар, 4-ке бөлдік, қандай сценарий бұл жерде? XAMD, разворот, аккумуляция, манипуляция и кетті. Манипуляция өзіндік үлкен манипуляция, мынау қызыл жалпы 6 сағаттық. Оның ішіне тағы манипуляция жасаған, мына Q1 лоуды осы шешкен ғой. Манипуляция жасады, лоуын тазартты, и кетті ары қарай дистрибуция. Қалай кетті? Жоғарға. Көрдіңіз бе? Алдағы уақытта мен микроциклды да көрсетемін. Микроцикл дегеніміз, яғни осы 90 минуттың тағы 4-ке бөлінуі. Мынаны қараңыз. AMD-X. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Қалай ойлайсыз, бұның бәрі кездейсоқ па? Жоқ, кездейсоқ емес. Бұның бәрі алдын ала жазылып қойған сценарий. Алгоритм айтамын сіздерге. Қанша уақытта мен айтып келе жатырмын, банктың алгоритмі, яғни банк жүріс алгоритмі, яғни ликвидность қайда екенін олар біледі. Уақыт аралық солар әр ликвидностьті тазартып, баға үлкен қозғалыстар жасайды. Барлығы кварталдар 90-дар арқылы. Қараңыз, енді қалай жасаған. XAMD кетті дальше. Енді қараңыздар, бұл бізде манипуляцияға кірді. Сразу опция салайық. Микроциклда бүгін қарамаймыз, келесі алдағы сабақта көрсететін болам. Қазір біз тек фокусты 90 минуттық циклға қарайық, ең кіші. Ары қарай десек, баға уже үлкен түсілдері кетті. Жалпы біз мына жақта уже пайдамызды алып шығып кететін жеріміз. Қараңыздар, бұл енді бірінші күні понедельник, енді келесі күнге өтейік. Так, 4-ке бөлемін. Енді 4-ке бөлгенде біз қазір не істедік? Келесі күн мынау бізде бір күн. Серік болып тұрған бізде бір күн. Оның үшін 4-ке бөліп, біз 6 сағаттық кварталдарға өттік. Енді не істейміз? 6 сағат квартал не болған? Бізде AMD-X болған, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция кетті. Енді қараңыздар. Бірінші белгілеп алайық. Q1 high, Q1 low. Енді дальше не істейді бізде баға? Q1-ның лоуын алған, и қайға кеткен. Енді біз қараңыздар, подтверждение алу үшін тағы осы манипуляцияны 4-ке бөлейікші. Тағы бөлейік 90 минуттық циклға. Қараңыздар, не болған? Аккумуляцияны, яғни 90 минуттық мына жерді қарайық, мына жерге фокус аударыңыздар, осы 4 кварталға. Дәл солай қайталанған ба? Қараңызшы, дәл мына движенияны енді мына жаққа қараңыз. Үлкенге қараңыз. Аккумуляция, манипуляция, үлкен манипуляция, дистрибуция кетті, былай жоғары, дистрибуция жоғары кетті.
и реверсі 4-ші квартал дәл солай жасаған. Қалай бұл? Ойлаңызшы, қалай дәл осылай қайталап береді, яғни квартал. Дәл ішіндегі манипуляция бізде осы бір күннің сценарийін шығарып тұр ғой, былай айтқан кезде. Бірақ бұл жайлы ақпарат болмайды, бұл жайлы бұл YouTube арнада айтылмайтын болады. Сіздерге қазір тек қана циклдардың 4 фазасын ғана көрсетемін.